Тұрғаналы бұған дейін миссионердің үстіне шауып келді Қырғызстан командасының сапында. Сонымен қатар бұл жерде енді біздің Қазақстан бәйге федерациясының Ну, очень удачно. Надеемся, что и дальше, да, наш флаг будет здесь не особо, да, большая дистанция, 3200 километров. Ну и вот пока по скачкам Сапаров Сергей Кошкин. Дағуына келіп, біздің аттарымызға шауып, өнер көрсетіп жатыр. 3200 метрлік бәсекеде біздің додамыз басталды. Ал қазір біздің міне дәл осы алағамыз келіп отыр. Жаки клубтың бас маманы, Қазақстан жаки клубының бас маманы бүгін енді дәл сіздерге тәптіштеп тұрып түсіндіріп, әр шабандозға жеке-жеке тоқталып, аламанның көркін қыздырады. Тұлпарлардың арасындағы аламан басталды. Бұл жерде 7 тұлпар бар деп трансляцияның басында айтып кеткен едік. Қазақстан Республикасының атынан өнер көрсетсе, екеуі Өзбекстан Республикасының тұлпарлардың арасына келіп қосылды. Көш басына шығуға мүмкіншілігі бар. Аляска Тайгер беткендей атақты Табылдиевтер әулетінің өкілінен қазір міне тамаша бір тұр, дегенмен шеңбердің ішкі сызығымен тағы бір тұлпар қосылып келеді. Ал енді Мұрат, тұлпарды біз басты фавориттердің санатына қоса аламыз 3200 метрлік бәсекеде. Дербист биыл Алматы ипподромында 3200-ден бір рет ұтқан. Мысалы, денсаулығы дұрыс болса, тәжірибесі көп болса, әрине ол бірінші болып финишный прямойға шықты. Екінші орында Мырзабек, Ресей мемлекетінің ең үздік шабандозы Lives Breeze. Бұға жақын және мәрені қиды, құрметті көрермен. Lives Breeze 2016 дүниеге келген тұлпар тізгінінде көріп тұрсыздар. Мырзабек Қапышев және аттың